митингі мәселесі. Біз бір нәрсені анық түсінуге тиіспіз. Жұртты митингіге шақыру қайта-қайта. Біз Атажұрт партиясы осы уақытқа дейін өте шұғыл жағдайда халықты шығуға шақырған болсақ, бірақ ешқашан ашық алаңға шақырған жоқпыз. Бірнеше азаматымыз тұтқындалғанда наразылық танытуға шақырдық. Бірақ тұтас Қазақстан халқына митингіге шық деп ешқашан үндеу тастаған жоқпыз. Соғыста біреу жебе атады, жебеші дейді. Соғыста біреу даңғара ұстайды, дабыл ұстайды. Себебі оны дабылшы, даңғарашы, барабаншы, қағылушы дейді. Соғыста барлаушы болады. Соғыста найзамен шабатындар болады. Ұзын найзамен шабатындар болады. Қылыш тасатындар болады. Бірақ жауға әрқайсысы әрбөлек. Біз мынау дара билеуші жүйеменен соғысып жатырмыз. Біздің өз тактикамыз бар. Бірінші, біз Қытай геноцидтін әшкерелеген кезде видео куәгерлік дейтін нәрсені ойлап таптық. Біз соны бастап, 2 жылдан кейін басқалар соны жалпыластыра бастады. Неге видео куәгерлік? Жазбаша куәгерлік бастағанбыз. Мен ең алғаш Назарбаевтық диктаторлық жүйе Қытайдың қазақтарына зұлымдық жасап, әрбір қазақтың виза алуы $1,000 $1,000 дейін өсіп кеткен сол сәтте, визаға кезекке тұрған қазақтың саны 10,000-нан асып, енді тіпті бүгіннен бастап виза тоқтайды, осы 10,000 қазақ шешілмейінше деген сәтте, Қазақстанның 20 күндік туристік визасын алу, Американың визасын алудан қиын болып кеткен сәтте, Үрімшідегі консулдықтың алдында, Үрімшідегі визалық қызметтің алдында консулдық статусы жоқ. Мен бірінші дауды қозғаған жекпін. Сол кезде жазбаша арыз қабылдадық. Бірақ Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті қысып жібергенде, немесе ұлттық қауіпсіздік комитетінің Үрімшідегі күшіктері біз саған виза берейік, Серікжанға қарсы арыз жаз, жала жап дегенде, күні кеше жылап еңіреп менен заттай, қаржылай көмек алып, ақшамыз таусылды, қонақ үйге жатқанға, тамақ ішкенге ақшамыз жоқ деп отырған қазақтың ақсақалды аталары менен ақ кимешекті әжелеріне дейін маған қарсы арызға қол қоя салған. Сол күні менің басыма Құдай мына ойды салды. Яғни адамдар жазбаша арызынан кез келген уақытта бас тарта алады, видео арыз айтқызу керек. Сен басыңа сол мұқтаждық түсіп тұр ма? Сен шынайы зұлымдық ұшырап тұрсың ба? Әділетсіздік ұшырап тұрсың ба? Онда видеода айт. Дәлел көрсет. Міне, видео куәгерлік деген, видео тестимони деген нәрсені 2009 жылы ойлап таптық. Сол кезде сол түсірілген видеоларды біз жіберіп отырдық, дүниеге әшкерелеп отырдық, азаттықты көтердік, жас алашты көтердік. О кезде жас қазақ көтерілді, міне. Сол видеоларды жеткізетін жерге жеткіздік. Ең соңында сол Үрімшідегі парақор консулдықтың лауазымды тұлғасы, ол сұмдық зұлым болғаны соншалық. Ол Үрімшіде емес, анау Хайнанда аяғын теңізге малып отырып, ана $1 миллион коттеджінде жатып алып, жекеменшік. Ол Хайнан аралында жұмыс істейді екен, анау Вьетнамның шекарасындағы. Теңізде шомылып жатып, визаға қол қояды екен. Ең соңында оны құлата алмағаннан кейін, бүкіл медиа, бүкіл телеарна шулатып құлата алмағаннан кейін не істедік? Оның бір айда $20 миллион табыс табатынын дәлелдедік. $20 миллион тек визадан түсетін парамен табыс табатынын дәлелдедік. Оны Қазақстанның жоғарғы жігіне дәлелдеп сыбырлап отырып, жазбаша қағаздармен жеткізгенде, ұлттық қауіпсіздік комитеті мен барлық қасқырлар, Құдай-ау, мынандай табыстан біз құрғап отыр екенбіз ғой деп, ең соңында әлгіні талап жеді, ең соңында тұтқындап, әлгінің үстінен қылмыстық іс қозғады. Міне, сөйтіп аш қасқырлардың қолымен аш қасқырды тұтқындап, түрмеге тыққызтып, бүкіл
айналасында командасын қылмысты жасап, содан оған орнына бір есі дұрыс басшы барып, әгі бір жылға көп мәрте виза ашатын мәселенің шешілгені содан. Әлгі бір жыл бойы виза бермейміз, мына 10 мың қазақ бітпейінше дегенде, сол 10 мың қазақты небәрі 1,5 айдың ішінде бітіріп тастайтын содан. Соны біз істегенбіз. Міне, біз сөйтіп видео арыз деген нәрсені сол заманда ойлап таптық. Сондықтан мен өз басым, мына Тоқаевтың наразы жүйесіне қарсы митингіден көрі, біздің осы жүйеге қарсы екенімізді видеода айтатын, әлеуметтік желіде айтатын. Мен Бәленбай Түгенұлы, міне куәлігім. Міне, Қазақстан Республикасының азаматымын. Мен Тоқаевтың мынау кезектен тыс заңсыз сайлауына қарсымын және Тоқаевқа қарсымын. Бол, сол жеткілік. Осы видео арыздан бізге 1 миллион қазақ берген күні, біз 1 миллион қазақтың дауысын жинаған күні, және соның бәрін статистикасын жасап, видеосын көрсетіп, әлем алдында дәлелдеген күні Тоқаевты өзіміз ақылатамыз. Бұл бір. Екіншіден, митингіге шақырған қаншама шақырулар болды. Қанша қазақ шығып жатыр. Осының статистикасын жасайықшы. Қанша қазақ шығып жатыр. Қазақ митингіге дайын ба қазір? Психологиялық дайын ба? Бізде митингі дейтін бір мәдениет, саяси таным қалыптасты ма? Осыны зерттейік. Қоғамдық психология деген бар. Анализ жасау бар. Соңғы шақырылған митингілерге Алматыда қанша адам қатысты, Астанада қанша адам қатысты. Міне, осы мәселелерді зерттеп көрейік. Әрине, мен митингіге қарсы емеспін. Мен Қытайда қазақ тақырыбын көтергенде митингілетейік дегендерге қарсы болдым. Неге? Ол кездегі олардың бәрі ұлттық қауіпсіздік комитетінің китушкалары еді. Митингіге халықты шақырады, содан жаппай қазақтарды ұстайды, қамайды, содан кейін бітті, бұл тақырып жабылады, бітті болды. Олардың күткені сол болады. Тіпті олар аталмыш 2018 жылы майдың 4-ші күні Қазақстан қонақ үйінің алдында Қытайдың елшісі қабылдайды Қазақстан қонақ үйінде жабық жағдайда. Барлық қазақ жиналыңдар, туысы қамалғандар деп бейресми үндеу таратты. Бейресми. Арапша төтеше жазумен Қытай қазақтар қолданатын байтұрсыл емлесіменен бейресми жазу таратты. Сол кезде біз қарсы болдық. Бірінші, Қытайдың елшілігі қабылдаса, неге Қытайдың елшілігінің сайтында құлақтандыру жазбайды? Бір. Екінші, мынау бейресми телефон кім? Екі. Үшіншісі, Қытайдың қазақтары жиналады Қазақстан қонақ үйінің алдында. Сосын барып бір 50 қазақты ұстап, 50-ні штраф салсыншы. Сосын ол қалған қазақты 50 жыл тепкілеп, біз Қытайда туысы қамалған қазақтар туралы бізге видео мәлімет бер, ақпарат бер деп 50 жыл тепкілеп оятамаймыз. 50 қазақты қамаса жеткілікті ұлттық қауіпсіздік комитеті. 50-не 1 миллион теңгеден штраф салса, айыппұл салса жеткілікті. Біз ол кезде халықты әрең оятып, ойбай, бұл сен адамсың, мен адаммын ба? Міне адам, 2 қолың бар ғой міне. Сен адамсың, сен мал емессің, мал шөп жейді, сен шөп жемейсің ғой деп, әрең өзінің адам екеніне сендіріп жатқан кезіміз. Содан айнаға қарап, мен адам екенмін ғой деп. Чошқаның бар, інісін қамасаң, чошқаның інісін сойғалы барсаң, чошқа қорсет алмайды, себебі ол чошқа. Сен адамсың, сенің інің қамалып қалды, енді сен айт. Сен ашыққа шық, ана менің үнімді неге қамадың, деп, мыңқ ет деп әгілерге үйретіп жатқан кезіміз. Міне. Біз ол кезде сол өзінің адам екендігін білмей жүрген қазаққа митингінің әлі дайын еместігін біліп, алдымен бізге жазбаша берші деп берді алдымен. Содан кейін інін қамалды ма? Қашан қамалды? Неге қамалды? Қазақстанға баласын оқуға жіберіп беді. Сосын барып ініңді қамап тастады. Неге балаңды Қазақстанға? Бұл басқа қылмыс жоқ. Қанша жылға сотталды? Сотталмаған сияқты 1 жыл ма, 1,5 жыл болды. Ол хабарды қашан естідің? 1 жыл болды. Енді одан бері не қылып жүрсің? Енді өкімет жіберіп қалар деп күттік. Айнаға қарашы, айнаға қарашы. Адамсың ба? Адамсың, болды. Енді адам іздейді ғой туысын.
деп әлгі қазақтарды әрең дегенде ана үркіп қорқып жүрген қазақты ақпарат арқылы, батыс медиасы арқылы арыз беруге үйретіп жүрген кезіміз. Жалынып, жалпайып, тіпті үйіне барғанда бізді қуып шыққандар бар. Өзі шақырып алып, біз барғанша қытайшылдар үркітіп, қорқытып, мына Қытай диаспорасы дегендер бар. Ана бізге қарсы сол кезде үрген иттердің енді Құдай сақтасын, қара боран ұлытып жіберді ғой олар. Қара боран. Мыналарға кім жоласа бітті бәле, Қазақстан ұстайды, Қытайдағы туысың түрменің түбінде шірейді. Мыналарға жоласаңдар екі жақта да құрисыңдар. Оны өкімет өзі шешеді, мыналарға жолама деп бізге қарсы үгіт насихат деген енді адамзат тарихында ондай идеологиялық күрес болған жоқ. Сол кезде біз сол қалың бәле жала өсекке шыдап отырып, төзіп отырып, әлгілердің үйін аралап, көлік баратын жерге дейін көлік бармайтын таудағы малшының үйіне атпен барып отырып арыз қабылдағанбыз. Міне, видео арыз. Біз сол кезде халықты митингіге шық, ойбай, миллионның жинал, мына Қытайдағы бауырларымызды құтқарайық, митингіге шық деп айтқан жоқпыз. Себебі митингіге шықтық болды, бас салып қамайды, сосын әлгі өзінің адам екендігін енді біліп келе жатқан қорқақ жуас қазақты ешқашан 50 жыл шақырып, қасымызға шақыра алмайтынымызды біліп, оны жолата алмадық. Сондықтан митингіге бармадық. Және митингіге шақырушылардың дені сол кезде ұлттық қауіпсіздік комитетінің титушкалары болды. Міне гәп қайда жатыр. Ал дәл қазірде соңғы митингілерді көріп отырмыз. Соңғы митингілерді көрдік. Астанада бір адам келген жоқ. Алматыда 2-3 адам келді. Ал сол митингіге жарысып, митингіге шақырушылар да көбейді. Бірақ содан нәтиже болып жатыр ма? Біздің қазақ халқының саяси деңгейі соған жете ме? Саяси мәдениетіміз жете ме? Белсенділігіміз жете ме? Жоқ. Қаңтар газ бағасының өсуіне байланысты. Қолдан газдың бағасын өсіріп жіберіп, машинаға жағатын газды. Содан халық көтерілді. Яғни халық өзінің тіке жанына қысым түскенде көтерілді. Қаңтарда біреу шақырды ма? Жоқ. Халық стихиялды көтерілді. Стихиялды көтерілді. Өздері көтерілді. Дайындықсыз көтерілді. Сондықтан алдымен халықты көшеге шығып, ұлттық қауіпсіздік комитетінің қақпанын қаптырғаннан көрі халықты алдымен үгіттеп, мен Тоқаевқа қарсымын, мен Тоқаевтың кезектен сайлауына қарсымын деген 1 миллион қазақ. Одан кейін 2 миллион қазақ. Одан кейін 3 миллион қазақтың видеосын жиып ап, осының өзін әлемдік ірі тақырып қылып көтерейікші. Әлемдік ірі баспасөздер өткізейік. Біріккен ұлттар ұйымында көтерейік. Тоқаевтың заңсыз екендігін, мына сайлаудың заңсыз екендігін көтерейік. Мына Тоқаевтың жаңағы 2,5 еркек, 2,5 ұрғашы, ана маймылдарының сұмырайлығын, сұрқиялығын көтерейік. Назарбаевтық тактиканы Тоқаев қолданып жатқандығын, өтірік сайда саны құмда ізі жоқ сұмырайларды алып келіп, енді өтірік сайлау өткізгелі жатқандығын көтерейік.